сұрақ қояйын деп едім да, осы жаңағы жеке. Осы ойынға байланысты пікіріңіз, жалпы ұлттық құраманың соңғы кездегі жағдайы қалай, көңіліңізден шығып жатыр? Енді ардақты ағайындар, көш жүреді түзеледі дейді ғой. Жайлап біздің жігіттеріміз құрамамызда жалпы алдыға қарай жылжып келе жатқан сияқты менің ойымша. Өйткені алдыңғы жылдардағы, осының өткен жылдардағы деңгейі әлде қайда өзгерген, сондықтан сол мені қуантады. Енді ойын болғаннан кейін кейбір кезде шында да жеңілістер болады, оның бәрін көтере білу керек деп ойлаймын. Жеңіліссіз ешқашан жеңістің дәмін білмей қаламыз, сондықтан кейде сондай жеңілістерді біздің намысымызды оятып, жігерімізді алдыға қарай жігерлендіре түседі ғой деп ойлаймын. Келешекте біздің жігіттеріміз жоғары деңгейде бізді, елімізді жалпы қуантады деп үміттенемін. Аман болыңыздар, Құдай қаласа елге қуанышты хабармен кетейік. Алдағы ойындарға да сәттілік тілеймін. Рахмет. Мейрамбек, енді мына бізде Хабар 24 арнасында футбол туралы бағдарлама ашылған өткенде. Соған анонс жазу керек еді. Әр сейсенбі сайын 21:30-да Хабар 24 арнасынан овертайм бағдарламасын көріңіз. Овертайм. 21 қаншада басылады? 21:30. 21:30-да қай арна? Хабар 24. Хабар 24-тің 21:30-да болады. Әр сейсенбі. Овертайм.